Жақсы достар, сабақта кішкене сәл тұрақтылық болу үшін нұсқаны және оның ішіндегі тесттерді жеке-жеке талдаған дұрыс шығар деп ойлаймын. Және де кеттік бастап көрейік. Бірінші нұсқа, бірінші сұрақ. Бізде бір бөлінген 100.000 сандық масштабты атаулыға айналдырғанда дейді. Енді кеттік тоқталу керек. Әуелі масштаб дегеніміз не? Осы масштабқа тоқталайық. Масштаб дегеніміз жалпы енді неміс тілінен аударған кезде алғашқы бөлігі өлшеуіш, яғни мөлшер, немесе ал штаб дегеніміз, яғни масс дегеніміз өлшеуіш болса, штаб дегеніміз таяқ, яғни өлшеуіш таяқ деген мағына береді. Масштаб дегеніміз көбіне картографияда қолданылады. Ол не үшін керек? Картаны неше есе кішірейткенін білу үшін керек. Енді жалпы енді қараңыздар, сұрақта сандық масштабты, демек сандық масштабты атаулыға айналдырған кезде, демек масштабтың түрлері болып тұр да. Енді қандай түрлері бар? Соған тоқталайық. Жалпы масштабтың міне қарайтын болсақ, негізі 3 түрі бар. Біріншісі сандық, және екіншісі тәстеліктен атаулы, үшіншісі сызықтық масштаб. Міне сандық масштаб, атаулы масштаб және сызықтық масштаб. Сандық масштаб атайтып тұрғандай санмен беріледі, бір бөлінген 500.000 деген секілді. Яғни бұл бізде 1 сантиметрде 5 километр, яғни 1 сантиметрде 5 километр деген сөз. Яғни сіздің 1 сантиметріңіз картадағы 1 сантиметріңіз шынайы өмірде 5 километр. Және де немесе атаулы, яғни 1 см, яғни сантиметрде 100 метр деген секілді. Бұл атаумен жазылып тұрады. Яғни бұл бір бөлінген 500 депсі, қазіргісінде 1 сымы тең 100 м деп қояды, 100 метр деген сияқты. Үшіншісі сызықтық масштаб. Енді сызықтық масштаб көбіне карталарды келеді. Бұл, яғни былай есептеп қарайық, 0 мен 100-дің арасы, яғни 1 сантиметрді. Демек, бұл жерде біздің 1 сантиметрде 100 метр деген секілді қылып есептегенде. Енді сұрағымызға оралайық. Қараңыздар, сұрақта бір бөлінген, яғни сұрақта бір бөлінген 100.000-ды, яғни 100.000-ды, бұл бізде сандықты айналдыру керек атаулыға. Яғни бір дегеніміз 1 сантиметрде, сіздерге кішкене бір лайфхак болсын. Жалпы географияда егер нөлдердің саны 5 болса, дәл осындай, оны 1-ден километр деп жазған ыңғайлы. Неліктен? Онысы да ол нәрсе километр екенін білдіреді. 1 сантиметрде 1 километр. Енді жалпы енді тоқталып кетейік. 1 километріміз ол жалпы негізі 100.000, яғни артында 5 нөлі бар. 100.000 сантиметр, 1 километр ол бізде. Демек, 2 нөлін қысқарып тастайтын болсақ, 1000 метр деген секілді. Енді есептің берілгенін осылай шығара салсаңыздар болады. Демек, есептің дұрыс жауабы бізде 1 Е варианты болады екен.